Армысыздар, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін біз баланың сарғаюы туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Көптеп кездесетін мәселенің бірі. Бала екі түрлі жағдайда сарғайып туылады. Бірінші патологиялық, екіншісі физиологиялық, яғни туу кезінде зақымдану. Егер де физиологиялық болса, ол сарғаю уақыт өте келе кетеді. Яғни баланы күнделікті шешіндіріп, жуындырар алдында күннің сәулесінде шешіндіріп жатқызған болсаңыз, күннің сәулесі, яғни баланың денесінде пайда болған сарғаюды өздігінен емдеп кетіреді. Және тағы бір жолы баланы көп емізу, яғни мүмкіндігінше баланы көп омырау сүтімен емгізсеңіз, яғни балада туу кезінде пайда болған сарғаю өздігінен емделеді. Баланың сарғаюы 40 күннен асып жатқан болса, онда дәрігер-педиатр арнайы дәрі беріп баланың физиологиялық сарғаюын, яғни емдеуге көмектесетін болады. Және туыла салысымен роддомда, перзентханада арнайы лампаларға жатқызылады. Егер ондай лампалар астына жатқан баланың сарғаюы тез кетеді.